Қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті меңгерушісі Мырзагожина Орал Дүйсенбаевна, кабинетте сабақ беретін мұғалімдер Спанова Ризагүл Кадыровна, Акибай Гүлдана Игіліковна. Мұғалімдер орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарынан өткен. Кабинетте бір компьютер мен проектор бар. Кабинет 5-11 сыныптар бойынша жинақталған дидактикалық материалдармен, сөздіктермен, оқу-тәрбие жұмыстары, сыныптан тыс іс-шараларға арналған әдістемелік материалдармен, әдебиеттермен, қазақ тілі мен әдебиеті әдістеме атты республикалық ғылыми-әдістемелік журналдармен жабдықталған. Мырзагожина Орал Дүйсенбаевна, жоғары білімді, жоғары санатты ұстаз, Қаратерек жалпы орта білім беретін мектепте 31 жыл еңбек етіп келеді. Мұғалімнің оқушылары аудандық, облыстық пән олимпиадаларында, Абай оқулары байқауында жүлделі 1, 2, 3 орындармен марапатталған. Облыстық қазақ тілі мен әдебиеті олимпиадасында 10 сынып оқушысы Бейсенбаева Асель 2 дәрежелі дипломмен, Ақберген республикалық байқауының облыстық кезеңінде көркемсөз оқу бағытында Ахметбек Диас 2 дәрежелі дипломмен, облыстық сырттай оқу мектебінің шағын олимпиадасында оқушылары Шакарова Анель мен Құсман Айсана 3 дәрежелі дипломдармен, Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің облыстық байқауында 11 сынып оқушысы Айткалиева Алуа алғыс хатпен, аудандық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасын аудандық кезеңінде сөз шеберлері бағыты бойынша 9 сынып оқушысы Мұратова Адия мен жазушылар бағыты бойынша 9 сынып оқушысы Муслимова Айсана жүлделі 2 орындармен марапатталды. Мұғалімнің осы жұмыс нәтижелері үшін Павлодар облысының білім беру басқармасының құрмет грамотасымен марапатталды. Спанова Ризагүл Кадыровна, жоғары білімді 2 санатты тіл маманы, еңбек өтілімі 19 жыл. Оқушылары Узбеков Аружан аудандық жарқын болашақ олимпиадасының жас ғалымдар конкурсына жүлделі 1 орынмен марапатталды. Аудандық Абай оқулары байқауының сөз шеберлері бағыты бойынша оқушысы Даирова Сымбат 3 орынмен марапатталды. Мұғалімнің жетістіктері Қазақстан Республикасының Білім беру министрлігі Павлодар мемлекеттік институты жоғары оқу орны мен мектепте тілді оқытуда инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияға белсене қатысқаны үшін 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған қашықтықтан өткізілген ұстаз ұлы есім байқауында педагогикалық қоржын номинациясының жүлдегері атты 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Май ауданының әкімінің алғыс хаты табыс етілді. Акибай Гүлдана Игіліковна, жоғары білімді мұғалім, еңбек өтілімі 5 жыл, санатты педагог-модератор, оқушысы Даирова Сымбат аудандық Абай оқулары байқауында жүлделі 2 орынмен марапатталды. Мұғалімнің жетістіктері облыстық дарынды балаға талантты ұстаз атты байқауына қатысты.